Ал, біз бастаймыз. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Мен Міндетбай Ерхан, сіздермен бірге бүгінгі онлайн конференциямызды бастаймыз. Конференциямыздың тақырыбы санамызды дұрыс программалау. Бұл өте маңызды бір тақырып, себебі мен бұл конференция арқылы сіздерге әр қайсыларыңызға бір пайдалы бір дүниені бөліскім келіп отыр. Және бұл білімді алу арқылы өмірлеріңіздің сапасын өзгертуіне бір ықпалын тигізсем деген ниетім бар. Жалпы қараңыздар, қазір мені көріп жатқан әрқайсыңыз ниеттеріңіз қандай, соны аласыздар. Яғни, былайша айтқанда, не естігілеріңіз келеді, соны естіп, не көргілеріңіз келеді, соны көресіздер бұл жерден. Яғни, сіздердегі фильтр өз жұмысын жасап тұр да. Олай болса, кеттік. Ал видеоны қайтадан көріп отырғандарға мен жарайсың дегім келеді, себебі санамыз қайталау арқылы үйренеді. Қазір мен санамыздың принциптарының осы төртеуін айтып кетем. Бұл өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші назарымызды қайда бұрсақ, соны көбірек тартамыз. Енді бұған көп әңгіме жоқ шығар, бұны көп кітаптан оқимыз, қазір біліп жүрміз. Фокус, внимание қайда, біз соны тартамыз дейміз. Дұрыс па? Бұны білеміз. Екінші, санамыз таныс нәрсеге жақын, ал таныс емес нәрседен ұзақ жүреді. Ойлансақ, бұны да білетін сияқтымыз, Бұл да бізге білетін бір дүние сияқты болып келеді. Үшіншісі, санамыз біз айтатын сөзімізбен басымыздағы образдар арқылы жүреді, яғни соларға жауап береді. Сол бойынша әрекет етеді, сол бойынша бізге нұсқаулық беріп, бізге жол көрсетеді. Бұл түсінікті болды ма? Бәлкім бұны енді оқып көріп отырғандар болуы мүмкін, бірақ менің жалпы семинарларыма келіп жүргендер, бұл санамыздың принциптарының негізі бірнеше түрі бар, оның барлығын білет деген ойдамын. Және төртіншісі, санамыз қайталау арқылы үйренеді. Осы түсінікті болса, біз конференциямыз осы жерден тоқтай тастасақ болады. Қатысқандарыңызға рахмет, назарларыңызға рахмет деп. Бірақ түсіну басқа, және түсінем деп ойлау басқа да. Сондықтан мен осыны біраз ашқым келеді. Олай болса, сіздермен қазір бұл осы онлайн кездесуіміздегі, мына конференциямыздағы қандай тақырыптарға тоқталатынымызды айтып өтейін. Сонымен бүгін біздің тақырыбымыз, мен қазір программалау циклы соны түсіндірем, яғни ойымыз қалай келеді, ойларымыз қандай ойлар болады бізде, ол сенімге қалай айналады, ол әрекеттерімізге қалай әсер етеді деген. Осы ең маңызды бөлік осы цикл, мен содан бастаймын қазір, осыны түсіндірем. Одан кейін миымыздың жиіліктері, немесе миымыздың толқындарының жиіліктері дейге, жалпы миымыздың ритмдері жайында айтамын. Бұл бета, альфа, тета, дельта. Негізі одан да көп, бірақ біз тек қана төртеуін қарастырамыз бүгін. Одан кейін мен RTT, яғни Rapid Transformational Therapy не екенін, яғни жылдам трансформациялық терапияның не екенін түсіндірем. Кейстерді қараймыз, және соңынан қорытындылаймыз. Сонымен өзімізді программалау циклы. Қараңыздар, бұл цикл ойларыңызша қай жерден басталады, неден басталады? Енді көп дау тудырмау үшін біз былай келісіп алайық қазір, барлық нәрсені ойдан бастайық, жарай ма? Әрине, қазір маған айтулары мүмкін адамдар. Бұл негізі бір оқиға болады, оқиғадан адам эмоция алады, эмоциядан барып бір ой туындайды, потом ой мен эмоция арасында циклмен жүреді деп. Жарайды, ондай да болуы мүмкін, бірақ біз бір жерден бастауымыз үшін жұмыртқа ма, тауық па, жұмыртқа ма деп спорласпай-ақ қояйық. Ойдан бастайық деп қабылдаңыздар. Шындығында да болса олай, қазір түсіндірем. Сонымен кеттік. Циклымыз бұл ойдан тұрады. Енді қараңыздар, ой деген не? Білесіздер ме? Ой деген не деген сұрақты қазір осы үшін бір арнайы эфир жасап, бөлек сөйлесуге болады. Ойды түсінеміз ғой жалпы не екенін. Олай болса, бізге келетін ойлар жалпы біздің неден тұрады? 5 сезім мүшемізден тұрады. Яғни жалпы ойды біз екіге бөліп қарастырайықшы. Сыртқы қоршаған ортадан келетін ойлар, айналамыздан,
адамдардан, телевизорден, интернеттен, жан жақтан. Біз осыны 5 сезім мүшемізбен осы сыртқы информацияны, ақпаратты қабылдаймыз. Яғни көреміз, естиміз, дәмін сеземіз, ұстап көреміз және иісін сеземіз. Осы жерде иіс деген өте бір басқа төртеуіне қарағанда сәл ерекше, себебі ол жаңағы мен біраздан кейін айтатын фильтрге тәуелсіз миға, мынау лимбический система, мына амигдальный часть бар ғой, соған бірден барады. Яғни ол миымыздың эмоцияларымен жадымызға жауап беретін бөлігі да, сол бөлікке бірден барады екен да, мынау иіс. Сондықтан иістің орны бөлек. Жалпы бұл сырттан ішке кіретін ойлар, ойдың бірінші түрі. Екінші түрі ойдың ол біз шығаратын ой, яғни бізден шығатын ой. Біз бір тұжырымға келеміз, біз бір қорытындыға келеміз, мен мынандай деп ойлаймын деп біз тудыратын ой. Келістік па? Ойдың екі түрі бар, сырттан келетін және бізден шығатын. Осы жерде бізден шығатын ой маңызды, өйткені оларды біз құрастырамыз. Осы жерде алайық. Осы ой туған кезде бұл неге барады білесіздер ме? Бұл ой бараттағына белгілі бір сезім, эмоция туындырады. Бір мысал ретінде алайық. Бұл қандай ой болсын? Мысалға ортақ бір нәрсені алайық, жаңа кәсіп бастау болсын, Жаңа кәсіп бастай алмаймын, менің қолымнан келмейді деген бір ой болсын. Және ме? Мен бұны жасай алмаймын, менің қолымнан келмейді, немесе кәсіпті мүлдем істей алмаймын. Қазір көп бәрімізде жаңа кәсіп бастап жатқандар бар, немесе кәсібін, жалпы профессиясын ауыстырып, немесе нишасын ауыстырып, немесе параллельно екінші нишаны алып жатқан адамдар бар. Ішімізде қорқыныш ой болуы мүмкін. Осыны алайық, менің қолымнан келмейді деген ой. Енді ой бұл не істейді? Бір эмоция береді деді, қараңыздар. Эмоция береді. Сезім береді, эмоция береді. Бұл жерде қайтадан сезім не, эмоция не деп қайтадан спорласпай қойық. Сезім мен эмоцияны бірге алайық, былай. Әрине, эмоция ол біздің денемізде басталады да, ал сезімдеріміз сол эмоцияларымыз, жайлы ойларымыз десек болады да. Жалпы біз оның бәрін сеземіз. Сондықтан ойымыз бір эмоция тудырады. Қараңыздар. Бұл эмоциядан, мысалы, мен қолымнан келмейді, мен кәсіп бастай алмаймын деген бір ойдан қандай сезім, қандай эмоция болуы мүмкін? Әрине негатив. Енді бұл негатив бір жағымсыз бір сезім, ол қайтадан ойымызға бір әсер беруі мүмкін. Сен шын мәнінде сондайсың, көрдің бе? Жаман болып жатсың бұдан. Мен бұл ойды, қараңыздар, бұндай ой келгенде, бір нәрсе сезінгенде, біз бұл ойды аламыз, немесе алмаймыз, біз таңдаймыз осы жерде. Бұл әлі сенім болып қатайған емес, бұл жай ғана ой. Осы екеуі арасында цикл айналады да, екеуі қосылған кезде, қараңыздар, эмоция мен ой қосылған кезде, міне нағыз күш осы жерде сенім пайда болады. Келесі бұл сенім. Бірақ бұл қатаймаған сенім да, қараңыздар, бұл сенім қалай болады? Қатаймаған. Егер де осы жерде ойға эмоция қоспасақ, ол не болады білесіздер ме? Ол жай ғана ой болып қалады. Ал қашан біз ойымызға эмоцияны қосамыз, ол сенім. Енді мен қазақшалап мына жерде сенім деп айтып отырмын. Бұл жақта сенім сөзіне кіретін барлық дүниені әкеп ішіне кіргізіп жіберуге болмайды, әрине. Сенім дегенде мен бұл жерде әлі қатаймаған сенімді айтып отырмын. Бірақ ой мен эмоцияның туындысы ретінде, содан туып отырған сенім. Бұл сенімді, әлі қатаймаған сенімді өзгерту оңай. Өзгерту оңай, жеңілірек болады. Енді қалай ойлайсыздар? Цикл бойынша жүрейікші. Сенім, айталық, әлі қатаймаған сенім пайда болды. Ол қатаю үшін қандай этаптан өту керек? Не істеу керек? Ол белгілі бір процесс бар, одан кейін ол қатаяды. Ол қатайып қалды ма, мәселе қиындау болады. Қараңыздар, бұл растау, яғни подтверждение іздейді. Мысалға, жаңағы ойды алайық. Мен кәсіп бастай алмаймын, менің қолымнан келмейді деген бір ой. Бір түрлі бір сезім берді, жаман болды. Көрдің ба, шын мәнінде мен істей алмаймын деген бір қорқыныш болды ішімізде.
демек бір сенім пайда болды бізде. Мен бұл кәсіпке лайық емеспін деген. Енді бұл сенім қатаю үшін осыны растайтын дәлел іздейді, подтверждение іздейді. Яғни ол бір жұмысын бастап жатқан бір кәсібі болса, клиенттерінің пікірін тыңдайды. Ол өзіне келіп рахметін айтып кеткен 10 клиентті тыңдамайды, нені тыңдайды? Жаман, негативный бір отзыв жазып кеткен клиентінің пікірін тыңдайды да өзін растайды. Шын мәнінде мен мынаны істей алмай жатырмын дейді. Немесе бір-екі фейлдары болуы мүмкін, иә, ол адам әрдайым сәтті болмайды ғой. Бір-екі фейл болуы мүмкін, бір-екі сәтсіздікке ұшыраған болуы мүмкін. Сол сәтсіздіктерін растау үшін қолданады да, иә дейді, мені көрдің ба? Мен мынаны істей алмай жатырмын. Яғни жұмыстың болып жатқан, жүріп жатқан жағын емес, жүрмей жатқан жағын қарайды, өзіне растау іздейді. Нәтижеде не болады деп ойлайсыздар? Бұл растау процесінен өткеннен кейін ол барады дағыны, ол убеждение, яғни қатайған сенімге айналады. Міне, цикл ойдан басталды, эмоцияға келді, эмоциямен қосылды, қатаймаған сенім болды, сенім өзіне растау іздеді. Одан кейін сол растауды көріп, ол убеждение дейміз, орысша айтылғанда убеждение, қазақшасын айтқанда барлығына сенім деп беруге болады, әрине, бірақ қатайған сенім деп айтайықшы, иә. Бұл уже біздің санамызға, тіптен түп санамызда отыратын нәрсе да. Енді осы бізде белгілі бір убеждение пайда болды ма, енді біз автопилотта жүреміз. Тек қана осы убеждение бойынша ғана әрекет жасаймыз. Яғни, ойлаңыздар, бұл убеждение бізді неге алып барады? Бұндай белгілі бір сенімдер, қатайып қалған сенімдер, белгілі бір әрекетке алып барады, немесе әрекетсіздікке алып барады. Яғни мен жұмыс істейтін кезімде жұмысты істемей қоямын да, әрекет жасалмаймын, себебі мен қорқамын ол жерде. Немесе мен өзімді лайықты көрмеймін, немесе маған беріліп тұрған мүмкіндікті мүлдем көре алмаймын, батылдық таныта алмаймын, рискке бара алмаймын сияқты. Немесе қашам. Яғни әрекет деп жатқанымызда осындай. Бірақ бұл әрекетті тыныш жатпайды. Әрекетіміз немесе әрекетсіздігіміз бізге өзіміз жайлы бір ой береді. Қараңыздар, бұл цикл осылай айналады. Ойдан басталды, қайтадан ойға келеді. Ойлайық, өзі жайлы өзінің бұл кәсіпке лайық емес екенін қатты сенген адам қандай әрекет жасауы мүмкін, немесе қандай әрекеттен қашуы мүмкін, иә? Ол әрекеттен қашқаннан кейін, ол немесе белгілі әрекет істегеннен кейін кейбір нәрседен отказ жасады, кейбір клиенттермен договорды бұзды, кейбір нәрселерін қайтадан алған бүкіл дүниесін мен банкрот болдым деп тастады бәлкім. Осындай әрекет жасағаннан кейін ол адамның өзі жайлы ойы қандай болуы мүмкін? Қараңыз, цикл айналып келіп ойға келеді. И ол жақсы бір позитивті ой болмайды. Қараңыздар, негативті бір оймен басталды, және айналып келіп ол қайтадан негативті бір ойға келіп тіреледі. Түсінесіздер, иә? Енді бұл ой не болады? Қайтадан цикл жалғастыра беріңіздер. Мен қандаймын деген кезде, мен еш нәрсеге лайық емеспін, мен мынаған білімім жетпейді, мынаған икемім келмейді, мен бұл нәрсені істей алмаймын деген неше түрлі кері тартпа ойларға тап болған адам уже жолын сызып алды да ол. И одан кейін қандай эмоцияға барады? Қайтадан болады. Ойлайды, ана жолы мына жерден қателестім, мынандай қылдым. Ол негізге алу керек, сабағын ала алмады да, бәлкім ол пісіп жетілу керек жерге жете алмай, ол осы жерде сынаттағыны қайтадан негатив циклында жүреді. Әрине мен қазір бергенім бір жаңа кәсіп бастау үшін. Немесе көбіне қазір айтып жатқан нәрсе бұл не? Бізде тақырып ақшаға қатысты, иә? Қаржыға қатысты, финансовый блоки, денежный блоки, немесе қарызға қатысты, иә? Әрине қарызды ойласаң, сен постоянно қарызда жүресің дейтіннің негізінде жатқан механизм осы да. Бұны алып, маңызды емес, сіз оқушысыз ба, студентсіз ба, кәсіпкерсіз ба, жоқ кәдімгі мемлекет қызметкерісіз ба, жоқ үйде отырған анасыз ба, зейнеткерсіз ба, бәрібір мынау цикл барлық адамдарға байланысты жүреді бұл нәрсе.
Себебі сіз осы цикл, осы механизм бойынша өзіңіздің өміріңізге, әрбір әрекетіңізге тоқтап, автопилотта жүре беру емес, өмірдің жаңа ағысымен. Тоқтап, мен не ойланып жатырмын, не сезіп жатырмын, неге былай жасап жатырмын деп істеген әрекеттеріңізге өзіңіз анализ жасайтын болсаңыз, онда көп дүниені түсінесіз. Кез келген кейсті алсаңыздар болады. Кез келген кейсті. Мынау цикл өзінің жұмысын жасайды. Енді қараңыздар, бұл жерде маңызды бір нәрсе бар да, ол сенімнің қатаюы. Қараңыздар, ойдың қалыптасу, бағана айттық қой, ойдың екі түрі бар дедік, жалпы. Ол біздің 5 сезім мүшемізден келетін және сыртқы ортадан келетін информациялар, поток информация бізде өте көп. Осы жерден келетін информацияларға сіз бір нәрсе істей алмайсыз ол жерде. Ол келе береді, ол тоқтамайды. Неше түрлі негатив та келеді, неше түрлі әңгіме де айтылады. Сіз ешқашан бүкіл өміріңіз бойынша қызыл дорожка төсеп, алдыңыздан гүлмен күтіп алмайды ешкім. Өмірде қиындықтар бола береді. Ойлар неше түрлі келіп жатады. Бірақ маңыздысы бұл екінші ойда біздің тудыратын ойымыз, бізден шығатын ой. Осыған қатты мұқият болу керек, себебі сіз эмоцияны қостыңыз ба, бұл уже сенімге айналып бастайды. Бірақ ол сенімге айналып қалса да, бұны өзгерту оңай, жеңіл. Бірақ қараңыздаршы, сенімнен растауға қарай бара жатқанда, мына циклды қарап отырыңыздар қазір. Сенімнен растау, яғни ол растау іздейді ғой. Сол жерде бір механизм бар. Мен қазір соны айтқым келіп отыр. Яғни бағана айттым ғой, фильтр өз жұмысын жасайды деп. Мен соны айтқым келіп отыр осы жерде. Не механизмі деп ойлайсыздар? Эмоция мен ойдың қосылған, әлі қатаймаған сенімнің өзіне подтверждение іздеп, дәлел іздеп, өзін қатайтуға тырысатын бізде бір механизм бар. Бізде бір жүйе бар арнайы. Қазір мені көріп отырған дәрігерлер болса, немесе биологиямен айналысатындар болса, бұны қазір растай алады. Рас деген нәрсе бар. Растай алады деймін. Рас, яғни RAS та, яғни ағылшынша айтқанда Reticular Activating System деген бар. Орысшасы ретикулярная активирующая система дейді, рас. Осы жерде жұмыс жасайды және бізге көргіміз келетін нәрсені көрсетіп береді, естігіміз келетін дүниені естіртіп береді және тек біз сол бойынша жүріп қаламыз. Бағанағын қайталағым келіп тұр. Эфиріміздің басында бастап жатқан кезде мына 4 принципті айтып өттік. Қайталап қарайықшы. Бірінші, назарымызды қайда бұрсақ, сол нәрсені көбірек тартамыз. Түсінесіздер ме? Неге? Себебі сол бағанағы фильтр, бағанағы RAS, рас, бізге тек неге зейін қойсақ, тек соны ғана беріп тұр. Түсіндіре алдым ба? Екінші, санамыз таныс нәрсеге жақын, ал таныс емес нәрседен ұзақ жүретіндігі. Ол таныс болғаннан кейін, ол тек қана өзінің жүйесіндегіні ғана, өзінің қабылдаған дүниесін ғана бізге көрсетеді. Санамыз сөзімізбен басымыздағы образ бойынша жүреді. Яғни айтатын сөзіміз өте маңызды. Өте маңызды. Мынау таныс емес нәрсе дегенде бұл зона комфорта деп қана түсінбеңіздерші. Бұл комфорт болуы шарт емес та, маңыздысы бізге таныс болуы. Кез келген ситуацияның, кез келген білімнің, адам өзінің білмегенінің жауы дейді ғой. Бұл сондай шынымен. Енді санамыз сөзімізбен басымыздағы образдар бойынша жүреді дегенді қалай түсінсек болады? Сізге сұрақ. Ең көп кімді естиміз? Бізді негізі кімді тыңдаймыз? Білесіздер ме? Ең көп. Бүгін жасыңыз нешеде? Осы жасқа шейін. Ең көп кімді тыңдадыңыз? Кімді естідіңіз? Кімді тыңдайсыз? Әрине өзіңізді. Өзімізді. Адам жалпы біз ояу кезімізде, өміріміздің, ояу кезіміздің 1/3-ін, тіптен тең жартысын осы сәтте өмір сүрмейді екенбіз. Біз автопилотқа қойып қояды екенбіз да. Ал енді автопилотта болатын нәрсені білесіздер ғой, ол жақта убеждение, яғни қатып қалған сенімдер ғана жұмыс жасайды. Сондықтан осы жерде маңызды бұны түсінуіміз. Ол уақытта біз не істейміз? Сол автопилотта жүргенде
өз өзімізбен сөйлесеміз. Қараңыздар, тіл деген нәрсе ол тек сырт дүниемен байланыс құру құралы ғана емес, өзімізді түсіну, өзімізбен байланыс құру құралы деп қараңыздар тілге. Осы тілімізге өз өзімізбен диалогқа байқауымыз керек. Айтатын сөзіміз өте маңызды. Өз өзімізге айтатын сөзіміз. Андай немқұрайлы қарамаңыздар. Ақмақ басым-ай, немесе осы мен мынандайға жоқпын, мен осы сандарға, математикаға жоқпын, ақшаға жоқпын, осы мен мынау этика дегенді білмеймін осы. Немесе былай болады, көп кездесетін жағдай. Мен түсінбеймін осы адамдар қалай ақша тауып жатыр. Мен түсінбеймін, мына миллиардерлер қалай ақша тауып жатыр. Не айтып жатсыз? Түсінбеймін деп жатсыз. Демек түсінбейсіз. Ал сіз оны ауыстырсаңыз, мен білгім келеді. Адамдар қалай миллионер, миллиардер болып жатыр десеңіз, міне өзгеріс осы жерде. Айтатын сөзіміздің маңыздылығы. Яғни ішкі даусымызда бұл өте маңызды. Позитив па, негатив па, не айтып жатсыз? Ол өте маңызды. Сондықтан негативке беріліп қалсақ, біз шырмауықтан шығуымыз қиын. Сондықтан бұл шырмауықтан шығудың бір жолы айтатын сөзімізді өзгертеміз. Түсіндіре алған шығармын, иә? Себебі білесіздер ме, сол негатив біздің назарымызды ұрлайды, яғни вниманиямызды, зейінімізді ұрлайды. Зейінімізді ұрлағаннан кейін бітті ғой. Санамыз не деді? Жаңа өзімізге айтатын сөздерімізбен басымыздағы образ бойынша жүріп, ол жақта уже бір сау образ жүрмейді да ол жерде. Өйткені мынау ретикулярный активирующая система дедік қой, рас деген нәрсе, миымыздың жүйесі қазір келеді келесі неде. Сол нәрсе ол жұмысын жасайды. Оған бәрібір ол жерде ол рас па, өтірік па, пайдалы ма сізге, пайдасыз ба. Сіз беріп жатсыз ба, ол өзінің системасын алады да, свои, не свои. Өзіміздіңкі жоқ, сырттікі дейді да, ол өзінде болмаған дүниені кіргізбейді сізге. Сондықтан әркім өзінің көргісі келгенін көреді, естігісі келгенін естиді. Ал білесіздер ме, мынау аффирмациялар не үшін жұмыс істемейді кейбір адамдар үшін? Аффирмацияны айттым, жұмыс жасамайды дейді. Мен конференция, лекция, семинар өткізіп жүрген кезде залдағылардан сұраймын, жалпы қатысушылардан да. Аффирмациямен таныссыздар ма? Я. Визуализациямен таныссыздар ма? Я. Енді сұраймын, аффирмация жұмыс жасайды дегендеріңіз қол көтеріңізші деймін. Ол бір 30% қол көтереді енді. Орташа есеппен айтайық. 30-40% бәлкім қол көтереді. Қалған 30-40% жұмыс жасамайды деп қол көтереді. Сұраймын, кімдер үшін аффирмация істемейді деймін, олар қол көтереді. Қалған 30-40%. Қалған жаңағы 30-40-20%-дай ол жаңағы активно қатыспайтын адамдар да, мүмкін сұраққа жауап бермейтін, бәлкім үндемейтін, бәлкім әлі өздеріне сенімді емес адамдар. Сонда бұл аффирмация неге жұмыс жасамайтындығын білгілеріңіз келсе, мысалыға бір аффирмацияны айтайықшы. Мен саумын, немесе мен баймын, иә. Мен баймын деп айта беріп, байып кеткен адамды көрдіңіздер ме? Ол байиды, егер ол бай болады, бай екендігіне сенсе. Түсінесіз ба? Өйткені кез келген айтылған мынау сөзіміз сезіммен қосылған кезде ғана ол сенім пайда болады, бірақ ол әлі қатайған жоқ. Оны қатайту үшін оны растайтын бір дәлел керек. Ал мен баймын деп бүкіл назарыңызды өзіңізге айтатын, ішкі даусыңыздан айтатын сөзіңіз негатив болса, сіз барды көрмейсіз да, сізде бар нәрсені көрмейсіз да, оны бағаламайсыз да. Мен мелочты айтып отырмын қазір. Мен каждый мелочты айтып отырмын. Күнделікті үйреніп қалған, бірақ өміріңізде бар мелочь нәрсені айтып отырмын. Осыларды көре алмаймыз да, бірақ бір негативке тірелеміз де қаламыз. Бүкіл позитив кетті. Бұндай жағдайда өзінің identity level дейміз ғой, идентичность, ол өзінің бай адам ретінде ешқашан көре алмайды, оған сене алмайды. Және өзінің бай екенін дәлелдейтін дәйек жоқ о жерде, оны бере алмайды. Неге? Себебі, қараңыз, момент, ол
бүкіл вниманиясын, зейінін ол негативке беріп жатыр. Неге негативке беріп жатыр? Себебі ішкі дауысын реттеген жоқ. Түсінесіздер ме? Осы себептен сіздің айтқан аффирмацияңыз жұмыс жасамай жатыр. Негізі ол техниканың проблемасы емес, ішкі механизмнің дұрыс жасалмағанның проблемасы. Бұның шығу жолы бар ма? Бар. Қайталап келейік, қараңыздар. Төртіншісін айтайын, санамыз қайталау арқылы үйренеді. Мен мынаны әдейілеп қойдым, қайталайық деп. Және бұл эфирде де қайталап көрген кезде тереңірек түсінесіздер. Сонымен ой пайда болады. Бұл жай ғана ой, пікір, идея. Және оның екі түрі бар дедік, сыртқадан келетіндер және біздің тудыратын ойымыз. Осыған байқау керек, яғни бізден шығатын ойға байқауымыз керек. Эмоция қоссаң, бітті. Сен оны екеуін кілелеп қояғандай. Кілелеп қойдың ба, ол уже бір комок пайда болады, ол жаймен үлкен тасқа айналады. Яғни қатаяды. Ол қатаймай тұрып, оны реттеп алу керек. Ойдан сенім пайда болады, сенімнен қатайып қалған убеждение пайда болады. Енді мынандай сұрақ келеді да, енді осы убеждениелер көп қой бізде. Керіп тартпа қатып қайған сенімдеріміз көп. Осыны қалай құтыламыз деген, бірақ қана жолы бар емес, бірнеше жол бар. Мен қазір соны цикл бойынша түсіндірем. Бірақ бағана циклдағы мына жерде сұрақ белгісін көріп отырсыздар ғой. Сеніммен растау, яғни сенім пайда болғаннан кейін ол растау іздей бастайды ғой. Сол жерде бір механизм, бір жүйе жұмыс жасайды дедім. Мен сол жүйені көрсеткім келіп отыр. Оның аты не дейміз? Ретикулярлық белсендіру жүйесі деп қазақшалап айтсақ болатын шығар. Reticular Activating System. Рас дейді, яғни қазақша күшті келеді да. Рас ол растауды іздейді. Сіздерге түсінуге оңай болу үшін. Бұл миымыздың белгілі бір жүйесінде нейрондардың сет дейікші, бір желісі дейік. Ол белгілі бір жүйе. Ол жаңағы хиппокампус, миымыздың белгілі бөліктеріне сигнал беру арқылы жұмыс жасайды. Бұл өте маңызды, өйткені бұл яғни орналасқан жері, миымыздың жоғары бөліктерінде орналасқан жүйке талшықтарының бір түйіні болып табылады десек болады шығар. Айналамыздағы мынау әлем дедік қой, сыртқы өмір, сыртқы айнала. Сол әлемдегінен келетін ақпараттарды фильтрлеп тұрады бізге. Оның қызметі сондай. Және біз назар аударатын нәрсеге, біз внимание беретін нәрсеге әсер ету арқылы біздің сенімдерімізді қалыптастырады. Яғни убеждениелеріміздің, қатайған сенімдеріміздің қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Яғни бұл нәрсені анатомия тұрғысынан қарайтын болсаңыздар, бұл адамның денесіндегі жалпы биологиялық процестерде маңызды рөл алады. Бұл ұйықтайтын кезімізде, немесе ұйықтан оянып сергек жүретін кезімізде, дем алысымызда, жүрек соғысы, біздің поведениеміз, осының бәрінде рас деген миымыздың арнайы бір жүйесі бар, соның алатын орны ерекше. Яғни бұл кәдімгідей бұны көрсетуге болады да, бұның жасайтын нәрсесі. Сондықтан осы фильтр сізге сіз үшін шешім қабылдайды. Нені көресіз, нені көрмейсіз, неге сенесіз, неге сенбейсіз, неге зейін қоясыз, неге зейін қоймайсыз. Бірақ бұны да қалыптастырған негізі өзіңіз. Біреу емес, өзіңіз. Өзіңіз қалыптастырдыңыз. Олай болса, бұны реттей алатын да өзіңіз. Тек қана жауапкершіліктен қашып кетпеңіз. Түсінікті болған шығар, Сонымен рас туралы айтайық. Бұл басым көп ақпараттың дейікші, барлық ақпараттың десем қазір өтірік болып қалады. Басым көп ақпараттың миға кіретін терминалы деуге болады да. Бұл бізге белгілі бір сенімдерімізді қалыптастырады және бір фильтр жасап отырады. Қысқаша айтқанда. Сонымен кеттік. Бағанағы өзімізді программалау цикліне қайта келейік. Растың сеніммен ол убеждениеге, яғни қатайған, әлсіз сенімнің қатайған сенімге айналуында подтверждение іздейді. Қараңыздар.
бағанағы аффирмация сияқты ғой. Ағылшынша айтқанда қалай? Every affirmation needs a confirmation негізінде да. Ол яғни аффирмацияларымыз бір подтверждение керек, понимаете? То есть affirmation бар, confirmation бар. Яғни сол confirmation, яғни растау, дәлелдеу, соны подтверждение керек оған. Егер осыны сіз сознательно, саналы түрде подтверждение беретін болсаңыз, міне, сіз бұл шырмауықтан шығасыз. Қазір соны қарастырайық. Қазір осының енді позитивін қарастырайық. Бағана негатив бір сценарийді қарастырдық, енді позитив қалай болады? Қараңыздар, жаңа бір кәсіп бастайтын адам, немесе бір мамандықты игергісі келген адам, немесе сабағын жақсы оқысы келген адам, жақсы қарым-қатынас құрғысы келген адам, өзіне, жақындарына, жанұясына, қоғамға, бүкіл адамзатқа пайдалы болғысы келген адам, біреуге білім бергісі келген адам, біреуден жақсы білім алғысы келген шәкірт болсын, жалпы кез келген адам болсын, бір істі жақсы бастағысы келетін болса, онда ол жақсы оймен, жақсы ниетпен бастау керек. Өйткені бағана айттық қой, зейін қоюымыз біздің attention өте маңызды. Attention бұл внимание, Attentionнан кейін intention деген келеді. Яғни біздің ниетіміз. Осы екеуі маңызды рөл. Осы екеуін ұрлатып алмаңыздар. Осы екеуін постоянно бір, енді білмеймін, бір таразы болғанда есептеп өлшеп отыратын. Бірақ өзімізді есепке алып отырайықшы. Қайта-қайта менің вниманием қайда бара жатыр, менің ниетім не деген осы сұрақты қойып отыратын болсаңыздар, сіз жақсы бастамаға, жақсы бастап кетулеріңіз оңай болады. Сонымен кеттік. Ойды алайық, ойдан басталады. Жаңа кәсіп бастағысы жатқан, немесе бір белгілі бір нишада алға жүргісі келген адам. Давайте мен өзімнен мысал берейінші. Мен 2016 жылы докторантураға кеттім, Қазақстаннан Англияға. Негізі бұл қызық, сәл несін алдыңғы историясын айта салайын. Мен 2003 жылы шешім қабылдадым да, докторантураға барам деп. Бірақ ол жылы тапсырмадым, белгілі себептермен. 2014 жылы тапсырдым. Және бүкіл университеттерден отказ алдым. Прям кәдімгідей. Мен сол кезде өзім жұлдызым жанып жүрген бір маманмын ғой өзімше. Өзімді бір мықты ағылшынша білет, өз ісінің жақсы маманы деп санап жүргем ғой өзім. Бірақ жаңағы Ұлыбританияның бүкіл тапсырған бүкіл университеттеріне отказ алғаннан кейін өзім түсіндім да, мен біраз шыңдануым керек екен. Әрине маған оңай тиген жоқ. Отказ деген адамға біраз жағымсыз болады. Кейін 2015 жылы біраз опыт жинап, тәжірибе жинап, қайтадан тапсырдым. Сөйтіп 2015 жылы мен бірнеше университеттен қабылдау алдым. Бірақ маған ұнаған университеттің бірі бұл, мен докторантурамды бітірген University of Southampton, яғни Саутгемптон университетіне қабылдану алдым докторантураға. Қараңыздар, бұл жерде мен мынаны айтқым келіп отыр. PhD, яғни докторантураға тапсыратын адамдар санын, егер де статистикамен қарайтын болсаңыздар, тапсырғандар мен өткендердің санын қарайтын болсаңыздар, пропорция қандай? Тапсыратындар көп, өтетіндер өте аз. Яғни сіз өзіңіз сата алуыңыз керек. Ғылыми жетекшілерге, профессорларға, сол ұйымда істеп жүрген, сол зерттеу жұмысын жасап жүрген адамдарға өзіңізді, былайша айтқанда, сата алуыңыз керек. Яғни сіз өзіңізді өткізе алуыңыз керек. Дұрыс, жақсы тілмен, жаңағы академиялық ағылшын тілмен дұрыстап. Содан маған шақырту келді, мен 2 күн қатарынан интервью, собеседование жүргізді, сонымен қабылдау алдым. Бірақ мен 2015 жылы бірден кеткен жоқпын. Мен не істедім? 2016 жылы кеттім. Оның да белгілі себептері бар. Оны білетіндер бар, білмейтіндер бар. 2016 жылы кеттім. Енді қараңыздар, тағы статистикаға сүйенетін болсақ, 2016 жылы мен бастадым. Докторантураны бастап, бітіретіндердің санын қарайтын болсаңыздар, докторантураны, PhD-ді бітіре алмайтындар бар да негізі. Және бұл сан, бұл статистика сәл қорқынышты десек болады. Адамға біраз стресс беруі мүмкін. Өйткені шын мәнінде қаншадан адам бастайды, бірақ барлығы бітірмейді. Неге бітірмейді? Көресіздер ме? Мен осы жерде шынды айтам, 3 ай Англияға барған кезінде, 2016 жылы мен августта кеттім. 3 ай маған қатты қиын болды. Маған оңай болмады. Өйткені таныс емес орта,
жаңа орта, жаңа жүйе, ағылшын тілін, жаңа академия ағылшын тілін оқу керек. Осы жерде мен былай істесем болар еді да. Менің қолымнан келмейді, қарасай қанша адам бітірмей жатыр. Түсінесіздер ме? Оқи алмай жатыр. Мен оқып жатырмын, мен дым түсініп жатқан жоқпын. Мен басқалар сияқты істей алмай жатырмын. Менде мынандай навыктар жоқ. Деп тастай салуға болатын еді, бірақ жоқ, мен түсіндім. Менде екі ақ вариант болды. Мен бұны істеймін, немесе одан да жақсы істеймін. Түсіндіңіздер ме? Басқа амал жоқ. Уақыт қана. Мен айттым, мен қиналамын, бірақ одан өтемін дедім. Бітті. Осы жерде ой маңызды. Мен қандаймын? Мен әлсізбін ба? Мен білімсізбін ба? Мен жеткіліксізбін ба? Жоқ. Мен осы ойды алдым да не істедім? Мен бұны істеймін дедім. Қараңыз, ой. Істеймін деп басталған кезде мен мынау жазған 100 сөзден тұратын бір жұмысыма мен риза болдым. 500 сөзден тұратын бір жұмысты жазып тапсырған кезде мен риза болдым. Мен қараған жоқпын, жұрттар қандай жазып жатыр, мен деген әлі 10 шақты кітапты бітірмедім. Жаңағы 5-6 тапсырмамды өткізуім керек, отчет есептерімді бітірмедім деп мен оған вниманиемді ол жаққа берген жоқ. Мен істеген нәрсеме көңілімді бөлдім. Мен әлі есімде 1000 сөздік бір нәрсені істеп тапсырған кезде мен сол сезімді білемін. Мен өзімді, мен бір нәрсені орындадым деген өте жақсы сезім болды. Демек бұл біздің сенімімізді арттыра береді. Қараңыздар, ой менің қолымнан келеді, мен бұған лайықтымын, мен бұны жасай аламын деген ой болған кезде сіздерде эмоция ол жақсы болады да. Ол айналады. Жақсы сезім келген кезде одан сайын мен істей аламын деген болады. Опять-таки қараңыздар, attention өте маңызды. Вниманияларыңыз өте маңызды. Ұрлатып алмаңыздар. Вниманияны ұрлайтын нәрсе әлемде өте көп қазір. Егер де сіз қазір азынан кешке шейін тек қана сериал көретін болсаңыз, тиктоктағы вайнерлерді көретін болсаңыз, тек қана ойын күлкі арзан дүниемен жүретін болсаңыз, онда сіз арзан дофаминнің артында жүгіріп кете бересіз да, өміріңіз осылай өте беретін болады. Сондықтан бұны тоқтату керек, детокс жасауыңыз керек, вниманияңызды ұрлатпау үшін. Өйткені внимание маңызды. Өйткені бағанағы RAS бізге вниманияңызды қай жаққа бөліп жатыр, соны ғана беріп жатыр. Енді кеттік. Ой, сезім туындарда сенім пайда болды. Менің қолымнан келеді осы деген. Бірақ бұл әлі қатайған жоқ. Енді мен осы жерде не істеймін? Маңызды момент саналы түрде мен айтамын. Көрдің ба деймін. Мен мынаны істедім. Мына кітапты оқыдым, мен түсіндім. Мен мына жерге бардым, мынаны жаздым. Көрдің ба, мен таңертең ерте тұрдым. Мен бүкіл модульдарды оқып жатырмын. Мен бұрынғыда емес, кешегіге қарағанда мен бүгін көбірек білем. Өткен аптаға қарағанда қазір жақсырақпын. Бір ай алдыңға қарағанда мүлдем басқа адаммын. Сіздің жарысуыңыз керек, бірақ адам ол кешегі өзіңіз ғой. Өзіңіз салыстыруыңыз керек. Бірақ адам бар, ол кешегі өзіңіз. Кешегі өзіңізбен салыстырыңыз. Соны жақсы сезіңізді, be happy. Яғни, сонымен бақытты болыңыз. Бұл процесс. Әрине, бұл жерде дискомфорт болады. Бірақ анау сөз бар ғой. Дискомфорттың өзін комфортно сезіну керек та бізге. Сондай сөз бар, білесіз. Дискомфорттың өзін комфортно сезіне алуымыз керек та. Осы кезде бізде өсу болады. Ал егер де дискомфорттан қаша берсеңіз, комфорт үшін ол жерде керісінше өшу болады. Кеттік, жалғастырамыз. Саналы түрде. Сол мен мынаны істей аламын, мен осыны жасай аламын деген ой келген кезде мен саналы түрде соны дәлелдейтін, соны подтверждить ететін подтверждение мен іздеймін. Саналы түрде іздеймін. Қараймын да біреуден сұраймын. Қалай болды менің? Міне сенің плюстарың мынандай. Мен көрдің ба, мен плюс жасаймын. Саналы түрде жасаймын осыны. Былайша айтқанда, каждый мелочқа мән беремін. Әрбір қадамыма, әрбір жетістігімді тойлаймын. И мен шүкір етемін. Түсінесіздер ме? Бұл маңызды. Бұны біреу сіздер үшін істеп бере алмайды. Біреу бұны сіздер үшін істеп бере алмайды. Бұл ішіңізде болып жатқан процесс. Сондықтан маңызды момент осы. Саналы түрде подтверждениеге апарып осыны дәлелдеп, көрдің ба, сен лайықсың, көрдің ба, сен қолыңнан келеді, істей аласың дегенде барып ол қатая бастайды. Әйтпесе, біз мәселені ұзаққа апара алмаймыз. Ол одан кейін растау процесінен өткеннен кейін ол қарайды, оны растайтын комментарийларды көре бастайды. Ол өзін қолдайтын адамдармен сөйлесе бастайды. Көріп жатсыз ба?
Ол өзі былай просто көзі түсіп тұрған кезде ана кітаптардың арасынан өзіне керек кітапты көріп қалады. Сосын о совпадение деп ойлайды. Түсінесіздер ма? Қайдағы совпадение? Сен мынау реальностьті жасап жатқан өзің. Сенің таңдауың. Сондықтан дұрысын таңдайық. Ол убеждениеге айналғаннан кейін, міне, бұл бізді уже келесі этапқа шығарады. Демек, мен лайықпын ба? Маған қызық емес, уже мені арзан ойын күлкілер мені қызықтырмайды. Өйткені менің мақсатым басқа, менің алға қойған көздеген мақсатым биік, мен оған жете алатыныма сенемін. Бұл анау сияқты ғой. Ойланайықшы, қараңыздаршы, мынандай теңеу ретінде айтайын да. Бір үйді тұрғызып жатырсыздар. Және шатырын қағу керек, иә? Шатырын жабу керек, листтарды қойдыңыздар. Бірақ күнде жасалатын әрекет бар да, айттым ғой, саналы түрде каждый мелочқа сіз көңіл бөліп, оны түсіне алуыңыз керек, сезе алуыңыз керек. Сол кезде ол сол шатырға қағылған, ана листті қаққан шеге сияқты да, әрбірі. Егер сіз оны жасамасаңыз, жай ғана листтарды әкеп қойдыңыз ба, бірінші жел тұрғаннан ол листтарыңыз ұшады да кетеді. Ешқандай дауыл көтере алмайды ол. Ешқандай жауын шашын болғанда ол сізді қорғамайды ол. Ол кетеді, өтеді де кетеді. Одан кейін айтасыздар, мынау техника жұмыс жасамайды, аффирмация жұмыс жасамайды, бұл басқаша бір нәрсе. Біз бірден нәтиже күтеміз да? Жоқ. Біз сол шегені қағуымыз керек еді. Кішкентай. Бір күні сол шегені қақтың, ертесіне екіншісін қақтың, үшіншісін қақтың. Оның күші сол бүкіл ана жерде тұрған 100 ба, 1000 ба, неше шеге бар, барлығының біріккен күші да. Сондықтан бұл маңызды. Күнделікті сіздердің вниманияларыңыз қайда кетіп жатыр, істеп жатқан істеріңіздің кішкентай жетістіктеріңізге қуана білу, оны тойлай білулеріңіз керек. Ол одан кейін әрекетке алып барады сіздерді. Қандай әрекетке алып барады? Енді өзіне сенімді, бір қатайған, жақсы, мықты, позитивті сенімі бар адам ол әрекетке барады. Ол ерте тұрады, ол ерініп жатпайды. Түсінесіздер ма? Бағана үй шатыр мысалын беретін болсақ, ол қайта үстіне оны қабат-қабат қойып алады да, оған әсер етпейді сырттағы болып жатқан дауыл, жауын, жел, оны мазаламайды. Өйткені оның өзінің әлемі бар. Оған естілмейді да тіптен. Сондықтан дамып кеткен адамдардың әлемі басқа дейтін сол ғой. Олар басқа әлемде жүреді негізінде. Неге? Бірақ әрқайсымыз біз осыны істей аламыз ғой. Әрқайсымыз істей аламыз. Бүгінге дейін осыны циклды қараңыздар, мені қандай әрекетке апарып жатыр. Енді бұл әрекет ойға келеді. Ол барып таңертең ерте тұрған адам, өзінің тапсырмаларын орындаған адам, кітапты оқыған адам, өзі жайлы не ойлайды ол? Қандай ойда болады? Мен қандаймын дейді. Мен мықтымын дейді, мен істеймін дейді. Я қателесуі мүмкін, бір жерде жығылуы мүмкін, нормально. Біреу критика айтуы мүмкін, нормально, рахмет саған. Мен түзелткен үшін рахмет. Біреу бір кемшілігін айтса, рахмет саған. Біреу алдын ала оның алдын айтып, мындай жасама, былай істесең дұрыс болады десе, оған ол қайта алғысын білдіреді. Ол реактивный болмайды, ол бір нәрсені істей алмай артынан жүгірмейді, ол проактивті болады. Мәселенің алдын ала бастайды. Өзі жайлы ойлағандай болады, жақсы болады. Ал өз жақсы ойлаған адам, қайтадан цикл бойынша кетейік, қандай эмоцияда болады? Ол басқаларға бақыт сыйлайды, ол нормально, ол позитив, ол біреумен, ол адам энергия береді басқаларға. Басқалар заряжать етеді ол адам. Түсінесіз ба? Ол уже токсичный емес. Түсіндіре алдым ба? Ол біреуге пайдалы, ол біріншіден ең бірінші өзіне пайдалы адам. Өзіне пайдалы болмаған адам, ол қоғамға пайда бере алмайды. И кетті. Эмоциясы жақсы болған адам қандай сенім болады? Аха, мен кеше жете алмаған анау бір биік тау болып тұрған нәрсе бүгін жота, ол жай ғана бір қыр ол маған. Мен жүгіріп шығамын аған дейді. Өзіне цель, мақсатты қояды. Бірақ бұл айналып жатқан цикл, целый процесс, қараңыздар. Бұл біздің өмір. Осыны айналдыра беріңіздерші өздеріңізбен. Неге мен осылай әрекет етем? Қалай деп? Мынаны қараңыздар, мынау біздің негізгі механизм циклы болады. Өзімізді программалау циклы. Түсіндіре алдым деп үміттенем. Келесі бөлігімізге өтейік. Бұл миымыздағы ритмдер. Мен бұны
ұзағынан айтуға болады, бірақ тек қана төртеуін айтқым келіп отыр бүгін. Миымыздағы ритмдер. Эго бойынша төрт түрлін айтамын: гамма, бета, альфа, дельта деп, иә. Қараңыздар. Гаммада ол мынау ұзындығын қарасаңыздар 1 секундта бұл жерде. 1 секундта жиіліктер көп болады, иә, немесе жай баяулайды, өте баяулайды, және баяу болады. Түсіндіңіздер ме? Бұл мынандай ғой, жалпы миларыңыз бар болса, және ол бар миларыңыз жұмыс істейтін болса, ол міндетті түрде белгілі бір жиілікте тұрады. Белгілі бір толқындар болады миыңызда. Жарай ма? Біз осы туралы айтып жатырмыз. Неге деп сұраңыздар, біраздан кейін түсіндіремін. Неге бұны айтып жатқанымды. Мынаған қарайық, гамма, иә, бұл әдеттегі белгілері қандай? Активный чтение дейміз ғой, оқу кезінде болады, немесе шығармашылықпен айналысқан кезде болады, немесе short term memory, иә, қысқа мерзімді жады кезде гамма. Бұның бағана қараңыздар, жиіліктері өте жылдам, өте жоғары. Жылдам дедім, жоғары жиіліктегі. Одан кейінгі бета бар, бұл қазіргі. Мені қазір сіздер бета жиілігімен тыңдап отырсыздар. Ояусыздар, концентрацияларыңыз менде, бүкіл вниманияларыңыз менде, менің даусымды естіп отырсыздар, экранға қарап отырсыздар. Бұл бета негізінде. Кейде біз бір нәрсеге бір мазасыз ойлар мазалауы мүмкін, немесе бір белгілі бір есеп шығаруымыз мүмкін. Сол кезде біз бетаның жоғары деңгейіне шығуымыз мүмкін да. Бұл осындай кезде болады. Енді альфа деген бар, бұл жай біз көзімізді жұмып босаңсыған күй бар ғой. Бұл альфа. Көзіңізді жұмдыңыз, терең демала бастадыңыз ба, сіз 80% бетаның жұмысын жауып тастадыңыз. Уже альфаға өттіңіз. Медитация істеген кезде, немесе бір қиялдап отырған кезде осы альфа ритмінде болады адамның. Көбіне балдар осы жас альфада болады, балдар көп жағдайда. Яғни, бұлай ойлау керек та бұны. Постоянно альфада бір жиілікте тұрады деп ойламаңыздар, бұл кәдімгідей не. Бірақ басым көпшілігінде біз осындай альфа ритмде болады балдар. Яғни, 6 жас дейік, 8 жас дейік, 10 жас дейік, көбіне. Сондықтан олардың балалармен жұмыс істегенде, менен балалармен де жұмыс жасаймын ғой, үлкендерге қарағанда сәл басқаша болады балалармен жұмыс жасаған. Одан кейін тета бар. Тета жиілігінде сәбилерді алайық, жаңа 2 жас, 4 жас арасында. Одан кейін біз ұйқыға барып атқанда, ұйқыдан оянар алдын кездегі бір процестер бар. Сол тета ритмде болады, немесе гипоксия болса, бір белгілі бір нәрсе жетіспеген кезде, жаңағы оттегі жетіспегенде, немесе наркоз болғанда, жеңіл наркоз кезінде адамның миының жұмыс істеуі тета жиілігінде болады. Дельта бар, ол терең ұйқы, немесе адам комаға түсіп қалған кезде дельтада болуы мүмкін. Немесе керісінше зейін қою жұмыстары болады, қатты вниманиені талап ететін. Енді қараңыздар, бұл жерде тек қана босаңсу ғана емес та, бағана медитация деп айттық қой. Мен қазір гипноз деген нәрсені айтамын сіздерге. Неге бұл маңызды, неге гипнозды түсінуіміз керек? Себебі гипноз бен медитация бірдей емес, хотя адамның милары гипнозда да, медитацияда да белгілі бір ұқсас, сондай ортақ бір состояниеде болады да, бірақ жалпы бір инструмент ретінде медитация тең гипноз деп айтуға болмайды. Жарай ма? Енді бұны неге айтып жатырмын? Көп адамдар менен сұрайды, гипноз ол қорқынышты ма, ол мынандай ма, управление, біреуді манипуляция ма, ол жаңағы біреумен басқарып алу ма дейді. Жоқ, ол гипноз деген негізі біз табиғи түрде күнде 2 рет, 3 рет біз гипнозға кіреді екенбіз өзіміз. Адам табиғи түрде 2 рет, 3 рет гипнозға кіреді негізінде. Белгілі. Мынау жиіліктер көріп отырсыздар, бұл жиіліктер кәдімгі біздің өмірімізде, күнделікті өмірімізде, миымызда болып жатқан орын алатын нәрселер. Сондықтан бұл жиіліктерді дұрыс түсінуіміз керек. Себебі мен өзім RTT сеанстарымда бета жиілігінде отырған адамды альфаға, одан тетаға бару жолдарын көрсетіп, біз түп санамен жұмыс жасаймыз.
яғни гипноз деген не дейтін болсақ, гипноз енді анықтамасы көп қой, оның бірнеше анықтамасы бар. Ол жаңа берілген ұсыныстарға ашық болу кезі дейді, сондай күй дейді. Ол қашан? Ол бетадан тетаға түскен халі десек болады. Яғни адам тетаға барған кезде бағанағы RAS бар ғой, Reticular Activating System, RAS бағанағы біз үшін фильтрлеп шешетін. Біз сол жердегі анау убеждениені, қатайып қалған нәрсені оп-оңай өзгерту мүмкіндігіміз болады. Тіптен бізге саналы түрде біздің есімізге түспей тұрған, блокқа түсіп қалған нәрселердің барлығы бізге сол сеанс кезінде есіне түседі. Сол кезде жұмыс болады. Сол жерде түп санамызды қайта программалау жұмысы болады. Яғни перепрограммирование подсознания сол жерде жүреді. Сол үшін түсіндіріп жатырмын бұны. Ритмдерді жалпы бұл осындай. Қысқаша айттым, жалпы ритмдер көп, және гипноз кезінде тек қана тетада ғана немесе дельтада ғана гипноз болады деген нәрсе емес. Адам гаммада да белгілі бір нәрселер істеуі мүмкін. Бірақ бүгін эфирде оны айтпаймын. Бүгін білулеріңіз керек, негізі бета, альфа, тета соның өзі жеткілікті. Дельта деген жиілік те бар ритмде. Ол кезде адамның ұйқы негізі не ғой? Организм өзін қалыпқа келтіреді ғой. Дельтаға түскен кезде бұл түссіз ұйқы. Бұл кезде адамның өзін-өзі денесінің өзін-өзі қалпына келтіру жылдамдығы ең аз дегенде 3 есе екен. Қараңыздар, қайталап айтам. Организм өзін-өзі восстановление жасау жылдамдығы минимум 3 есе болады екен осы дельта ритмінде. Сондықтан бұларды біліп жүргеніміз пайдалы. Кеттік. Келесі бізде не қалды? Бізде мен енді RTT-ді түсіндірем. Қазір бағанағы жоспарымыз бойынша келе жатырмыз. RTT деген не? Бұл жалпы қандай деп мен соны түсіндірем. Қараңыздар. RTT бұл жылдам трансформациялық терапия. Қазақша айтқанда, ағылшынша Rapid Transformational Therapy. Мынау суреттегі мен және менің қасымда RTT-дің негізін қалаушы Мариса Пир. Бұны енді әлемге әйгілі кісі, белгілі гипнотерапевт дейміз, әлемге әйгілі номер 1 британдық гипнотерапевт. Бұл 35 жылдан астам тәжірибесін біріктіріп, өзінің жылдам трансформациялық терапия деп аталатын өзінің методын шығарды. Және мен оны осының жаңағы professional level дейді ғой, профессиональный уровенін Лондонда жүргенімізде содан өзінен оқыдым, осы кісінің өзінен. Мынау суреттен көріп тұрғандарыңыз, бұл кісінің жаңағы сертификаттарын, дипломдарын алып, ал мен өзімнің алғысым ретінде қазақтың сувенир домбырасын беріп жатқан сәтімнен көрініс. Мен осы кісінің өзінен үйрендім. Жалпы жылдам трансформациялық терапия неден тұрады? Бұл КПТ дейміз ғой, когнитивно-поведенческая терапия, яғни Cognitive Behavioral Therapy, CBT ағылшынша. Соның элементтері бар, психотерапия элементтері бар. Бағана айттым, гипноз қолданылады, яғни ғылыми түрде түсіндіруге тырыстым, қысқаша. Гипнотерапия элементтері бар. Нейролингвистикалық программалау, NLP, нейролингвистический программирование элементтері бар. Және RTT-дің өзінің арнайы протоколы бар. RTT-де қолданылатын сондай элементтері бар. Және бұның барлығы neuroscience, нейробиологияға соның заңдарымен сәйкес келетін, соның заңдары бойынша жүретін бір арнайы терапия түрі. Түсіндіңіздер ме? Бұл бірнеше элементтен тұратын сондай терапия түрі. Ойлаңыздар, ең мықты, ең күшті жұмыс жасайтын, ең эффективный әдістердің бәрін жинақтап, реттеп, күшті бір жолмен ең мықты бір инструмент болса қолыңызда, онда көптеген нәрсені шеше аласыз ғой. Бүгінде RTT сондай мәселелерді шешіп жатыр, және мен ол үшін қатты қуаныштымын негізінде. Қараңыздар, қазір мен осыны түсіндірейін. Мынау бағанағы RTT арқылы программалау қалай болады, Бағана айттық қой, RAS, бізде ол растау іздейді. Миымыздағы жүйе
растау іздеп тұрады ол. Сол мынандай бір сенім ба деп әлі қатаймай тұрған кезде соны растап тұрады. Қатайып қалды ма ол убеждение уже қатайған сенім болып қалды ма, бізді сол нәрсе тартып кетеді, бітті. Сондықтан бағанағыны қайталап өтейін, айтатын сөздеріңізбен бастарыңызда жүретін образдарға байқаңыздар. Өйткені сіз айтатын сөзіңізді таңдай аласыз да. Түсінесіз ба? Ақмақ басым-ай, мен қолымнан келмейді, мен осындаймын, икемсізбін, бір нәрселер айтқанша дұрысын айтыңыз. Неге? Айтқан сөзіңізді таңдай аласыз, қараңыз. Бірақ айтқан сөзіңіздің айтып қойғаннан кейін беретін нәтижесі бар ғой, оны таңдай алмайсыз. Оны таңдай алмайсыз. Түсіндіңіз ба? Анау торпеданы атып жібердіңіз ба, ол кетті. Ол жасайтын жасайды. Сөз айтылып кетті ма, бітті. Сондықтан миым ашып кетті, мен түсінбеймін, басыма сыймайды, қаным қайнап жатыр и так далее. Бұндайларды мүлдем қолданыстан алып тастауымыз керек. Өйткені оның сізге беретін пайдасы жоқ. Жоқ, мен білем ғой, мен біліп тұрмын демеңіздер. Айтатын сөздеріңізді байқаңыздар. Енді келіңіз, RTT не жасайды бұл жерде? RTT саналы түрде бізде блок жасап тұрған, бета жиілігінде тұрған миымызды альфаға босаңсытып, одан ары қарай тетаға түсіру арқылы мына убеждениелердің барлығын жеңіл, жылдам және түбегейлі ауыстырады. Ауыстырғаннан кейін бұның қайтадан артқа тартып кетпеу үшін соған арнайлап аудио жазба жазылады, адамға арналып. Өзінің кейсіне қарай персоналды, жеке арнайы аудио, және ол бірнеше рет тыңдалғаннан кейін ол өзінің эффектін береді. Қараңыздар, бұл жақта ешқандай бір сиқыр, ешқандай мәжик жоқ. Түсінесіздер ме? Барлығы мына жақта. Біз өзіміздің ойымыздың, айтқан сөзіміздің құрбаны болуымыз мүмкін. Байқау керек. Шығатын жол бар ма? Бар. Мен біраздан кейін кейстарды көрсетемін. RTT қалай болып жатыр. Көбісіне қызық болады негізі. Бұл қалай істейді? Бұл не нәрсе сонда? Мен өткен жолы Астанаға барғанымда бір маманмен сөйлестім. Сол кезде сол белгілі бір мекеменің маманы, сол маман маған таңғалып сұрап жатыр. Өйткені оның протоколы бойынша қысқа уақытта үлкен неше түрлі кейстармен жұмыс жасап, қысқа уақытта бұндай нәтиже беруіне таңғалып жатыр да. Қалай жасайсыз деп сұрайды да. Қалай болғанда енді бұның ішін түсіну керек, біз механизмді дұрыс түсінсек болады. Әрине, қазір бұны бағана түсіндірдім ғой, біз саналы түрде әрекетіміз бейсаналы түрде қандай нәтижеге апаратынын. Яғни саналы түрде әрекеттеріміз бейсаналы нәтижеге қалай баратынын бағана көрсеттім ғой. Біз саналы түрде әрбір жасаған жұмысымызға жеткен жетістігімізге қуана білуіміз керек деп. Енді кейде болуы мүмкін, адам өзінің шамасы келмеуі мүмкін. Ол эмоционалды түрде қатты бір апатияға немесе депрессияға түскен болуы мүмкін. Немесе денесінде белгілі бір психосоматикалық аурулардың сондай бір белгілерін сезіп, неше түрлі аурулардың ауырсынуы мүмкін. Ол кезде адам өз-өзіне көмек бере алмауы әбден мүмкін. Сол кезде RTT ол адамдарға көмектесіп жатыр. Қалай? Сол ойлау жүйесін өзгерту арқылы. Енді RTT деп айттық, мен бұны осы жерде түсіндіре кетейін. Маған келетін клиенттеріммен мен қалай жұмыс жасаймын? 30 күндік пакет бар. Минимальный пакет, бұл 30 күндік пакет. Бізде бір мезеттік консультация дегендер жоқ негізі. Бізге RTT пакетіне келген адам 30 күндік пакетті алады. Оның ішіне не кіреді? Сеанс алды консультация жасаймыз. Осы жерде біраз мәселені шешеміз, запросты конкретизация дейміз ғой, нақтылаймыз. Одан кейін ары қарай жұмыс болатын кезде біз анкета жіберем клиенттеріме. Олар оны асықпай толтырады, бүкіл проблемаларын жазады ішінде, жазбаша түрде. Мен ол анкетаның анализін жасаймын. Кейін сеансқа дейін мен ол адамға сеансқа дейінгі аудио жазба беремін. Жай ғана сеансқа дайындалып келетін. Яғни анкета толтыру арқылы, консультацияда маған сұрақтарыма жауап беру арқылы клиент мені дайындайды, маман ретінде мені дайындайды, ал мен клиентімді дайындаймын сеансқа дейін аудио жазба беру арқылы. Кейін сеанстың өзі болады. Сеанстың өзі болмас бұрын мен сеанстың алдында сұрайтын сұрақтарым бар. Арнайы сол жаңағы анкетасын қарағаннан кейін, онымен сөйлескеннен кейін, оның алдында сұрайтын арнайы сұрақтарым бар.
және сеанстың өзі бар. Бір 90 минут пен 2 сағат арасында, кейде одан да ұзап кетуі мүмкін. Сол сеансқа келеді. Осы 4 бөліктен тұратын информацияны алғаннан кейін, яғни сеанс алды консультацияда алған информациям бар. Екінші, анкетадан алған информациялар бар. Үшінші, сеанстың алдында сұрақ жауаптарым болады. Төртінші, сеанстың өзі болады. Сеансты өткізгеннен кейін біз жаңағы перепрограммирование подсознания дейміз ғой, түп сананы қайта программалағаннан кейін мен осы 4 блоктан тұратын информацияны алып адамға арналған жеке аудио жазба дайындаймын. RTT стилінде менің керемет даусыммен жазылады. Қазақ тілінде болса қазақ тілінде, орыс тілінде болса орыс тілінде, түрік тілінде болса түрік тілінде, ағылшын тілінде болса ағылшын тілінде. Әзірше мен 4-ақ тілде сеанс жүргіземін. Сондықтан жеке аудио жазбаны жазып беремін, және одан кейін 30 күннің ішінде ол күнде 2 реттен мен үйреткен арнайы техникамен соны тыңдайтын болады. Осылай оның санасы жаңарады. Және біздің минимум 2 рет видеоконсультациямыз болады. Бұл уже сеанс емес, видеоконсультация, плюс жаңа 30 күн немесе одан да көп негізі біз WhatsApp-пен байланыста боламыз. Мен бүгінге дейін ешқандай клиентімді теріс жіберіп, мен сізбен сөйлеспеймін, хабарласпаймын деген емеспін. Сондықтан жаңағы 30 күн бойынша біз WhatsApp-пен байланыста боламыз. Жалпы бұл осындай пакет. Осы бір 30 күндік пакетте осылай жүреді. Яғни нәтижесінде сіз тек қана өзіңіздің бір келген запросыңыз ғана шешіп қоймайсыз да. 30 күн күніне 2 реттен аудионы тыңдаған кезде сіз жаңа бетадан альфаға, альфадан тетаға түсу арқылы самогипноз деген техниканы кәдімгі практика түрінде меңгеріп шығасыз. Бұл рас. Бұны менің клиенттерім растай алады. Сондықтан самогипноз не үшін керек? Қысқа жауап, былай дейінші. Күнделікті өмірде істейтін кез келген нәрсені гипноз арқылы жақсартуға болады. Бұл кәдімгі сіздің профессиональный өміріңіздегі бір жұмыстар болуы мүмкін, немесе кәдімгі бытовой жай үй тұрмысындағы нәрселерде болуы мүмкін. Пайдасы өте көп. Сондықтан самогипноз деген техниканы білсеңіз, бұл өмір бақи сізге өміріңізде сізді көптеген тұғырықтардан алып шыға алады. 30 күндік пакеттен бөлек бізде двойной пакет деген бар. Оған да адамдар жазылады. Кей мәселелерде біз ұзағырақ жұмыс істеуіміз керек болады. Сол мәселеде 2 күндік пакетті алады. RTT туралы осы қысқаша айтқаным. Біз қарайық, қандай неміз бар бізде. Программалау циклын өттік, миымыздағы ритмдарды айттым, RTT туралы қысқаша түсіндірдім. Енді келейік кезек кейстерде. Сонымен, мен Ерхан Міндетбай, алғашқы тұңғыш номер 1 лицензияланған RTT маманымын. Осы қазақ тілінде сеанс жүргізетін. Бүгінге дейін мен тәжірибемде 4 континентпен жұмыс жасадым. Бұл Америка, Африка, Европа және Азия мемлекеттерінен 12 мемлекетпен жұмыс жасаппын. 12 мемлекеттің адамдарымен консультация өткіздім. 4 тілде жүргізем, бағана айттым. Қазақ, орыс, ағылшын, түрік тілдерінде жүргізем. Менің клиенттерімнің кейстерін қазір былай түсіндірейін. Мынау айсберг, айсбергтің бізге көрінетін жағы бар ғой. Қазір айтатын кейстерім сол айсбергтің үстіңгі жағының бір ұшы ғана. Мына отырған бір ұшы ғана болады. Сондықтан қысқаша шолып өтеміз. Кейстер. Ферри, бұл Ұлыбританияда, Лондонда еді. Сол кезде ол 18 жаста болатын. Social anxiety, яғни оның расстройство болды мынандай. Адамдармен араласа алмайды, бара алмайды, сөйлесе алмайды дегенде. Осы жерде мен бұл кісіге сеанс жасадым. Яғни былай айтайын, Лондондағы психотерапия клиникасынан ем алып жатқан, ол жердің емінен шаршағаннан кейін бірнеше ай қайта ода медикаментозный жолмен де емделіп жатқан болатын бұл кісі. Сөйтіп, каким-то образом, яғни кездейсоқ, случайно, специально дейміз ба, осы кісімен сеанс жүргізетін болдым. Сеанс жасадым, және бір сеанстан кейін көптеген өзгеріс болды. Екінші сеанс жасағаннан кейін кәдімгідей өмірі жақсы жаққа өте жақсы өзгерді. Мен бұны қуана айтам, себебі шын мәнінде
адамға пайдалы бола алу бұл керемет бір сезім. Келесі, Софи деген кісі, бұл Даниялық, Копенгагенде тұратын болған. Маған хабарласқан кезінде ол кісінің 4 баласы болған, және 5-шіне жүкті болған. 5-шіне жүкті болды, және оның маған хабарласқан запросы hyperemesis gravidarum, яғни токсикоздың ең ауыр халі. Бұл 1000 адамның ішінде кездеседі деген. Сол жерде Копенгагендағы бір институт бар. Сол зерттеу институтындағы именно осы мәселені зерттейтін маманмен сөйлескен кезде, ол маманда айтқаны былай да, бұның нақты себебі белгісіз, бірақ қазіргі зерттеу бойынша, медициналық зерттеу бойынша, бұл мидағы белгілі бір гормондардың дисбалансынан болуы мүмкін деген бір тұжырым бар. Болуы мүмкін деген, бірақ түпкі себебі анықталмаған. Маған келгендегі запрос осы еді. Өзі өте білімді, сондай кісі. Прям мынандай да, бұл токсикоз болғанда былай, жай токсикоз деп ойламаңыздар, бұл кісі 10-15 килограмм тастайды. 4 баласында да солай болған. Тамақ жемек түгіл, су іше алмайды. Қараңыздар, су іше алмайды. Су ішсе бітті, кетеді. Одан кейін больницаға барады да, капельницамен врачтардың қарауында жатады. Маған айтады, мен 5-ші балама жүктімін, мен бұлай жасағым келмейді, мен оны шешкім келеді дейді. Маған келмес бұрын бірнеше мамандарға барған, жұмыс жасаған, неше түрлі методтарды көрген. Біз бұның түбірін іздестірдік, оның санасының түбінде не жатқанын, неге ол денесінің ондай реакция беріп жатқандарын қарадық. Және оны шештік. Шешкенде қалай? Мен аудионы бердім, оған бердім, одан кейін ол кісі уже токсикоздан 100% құтылды демекші, ол кісі жұмысқа барды, ол кісі тамақ жеп жүрді, тұрасыз ба? Яғни кейін маған видео жазып берді, машинада отыр, за рулем отыр, бір нәрсе жеп отыр да, маған Ерхан, сізге рахмет, бұл терапия алмағанда мен бұл уақытта больницада жататын едім дейді. Әрине бұл да бізді қуантады. Келесі, енді бұл жақта кейбір адамдардың аттары өзгерген, 40 жас шамасындағы бір кісі маған келгенінде, мен ол кісінің су іше алмайтынын аңғардым да. Аңғардым болғанда негізі келген запросы басқа еді. Біз сол запрос бойынша жақсы бір жұмыс бастап келе жатқанымызда маған айтады, мен айтпақшы су іше алмаймын дейді. Не болады су іше алсаңыз десем, су ішсем дейді, мен құсам дейді. Қараңызшы, бұл андай ғой, су ішсем құсам деген ол андай да, бір негізі болмау керек нәрсе ғой. Түсіндіре алдым ба? Негізі адамдарда барлығы су іше алады ғой негізінде. Су іше алады, оның бір дәмі жоқ, бірақ бұл кісіде су ішсе, сондай бір не болған. Қашаннан бері деймін, неше күн болды, неше ай болды, бірнеше ай болған, білмеймін, может жыл болған шығар. Шөлдеуді ұмытып қалған. Енді судың орнына не ішесіз десем, шөп шалаң бір нәрселер ішеді, немесе жидкий жаңағы йогурт бір нәрселер ішеді. Соңғы рет су ішкенім деді, 3 ай алдын деді, ол да дәрі жұтқан кезде, кішкентай суды жаңағы капсула бір нәрсені ішкен кезде, жұтқан кезде қолданып ішеді екен да, сол үшін ғана. Соңғы 6 айда ішкен суымды жинақтасақ дейді, 1 стакан шығады дейді, соңғы 6 айда ойлаңыз. Мен айттым одан кейін, бұл кісімен мен сеанс өткізген болатынмын, аудионы берген болатынмын, аудионың әсерін көріп жатыр, сеанстың әсерін көріп жатыр. Енді мен онлайн жасап жатқандықтан, сеанстарым онлайн болады. Ол экранның ар жағында, мен ол кезде Англиядамын. Мен айттым, қазір су алып келіңіз дедім, стаканмен толтырып, үлкен кружкамен су алып келді. Қазір экспресс сеанс жасаймыз, одан кейін мына суды ішесіз дедім. Адам ойланып қалды да сол жерде. Қалай ол? Мен неше уақыттан бері су іше алмаймын. Су ішесің десе, сенейін десе, ол фантастика сияқты. Тиын. Қалай, мен қазір құсып жүремін ғой деген ой бар да. Сенбейін десе, көріп тұр ғой мен жұмыс жасағаннан кейін результат болып жатқан. Сонымен жақсы деді да, суды алып келіп қойды. 20 минут, 25 минутта экспресс сеанс жасадық, жылдам түрде. Ана блокты алдық, оған айттым, сеанстан кейін тұрыңыз да енді суды ішіңіз болды. Ол суды ішіп алды. Сол күннен бері ол кісі су ішеді. Қызық бір кейс, сол үшін бөлісіп отырмын. Келесі, Дейзи дейді, бұның да аты ауысқан, африкалық бір кісі маған хабарласқан болатын. Бұл кісіге фобия болды. Фобия болғанда қандай фобияның
жыланнан қорқады. Яғни біз бұнымен ағылшын тілінде сеанс өткіздік. Сеанс барысында мен бұған жылан, яғни snake деп айта алмадым да. Жылан деген сөзді айтсақ, ол кісі қорқады. Сондықтан оны worm, яғни бір червяк, шылаушан жаңағы бір құрт деп ауыстырып жібердік та. Главный ол түсініп өтті, маңыздысы сол оның түсінгені. Жұмыс жасадық, аудиомды бердім. Арадан бір ай өткеннен кейін болу керек, бір айдан сәл асқан кезде ма. Менен жағдайын сұрадым, қалайсыз, не болды, қалай болып жатыр, енді біздің нелеріміз бар ғой, келесі консультацияларымыз. Сол кезде маған айтқаны, жылан деген сөзді естігенде тітіркініп шыдай алмайтын адам фобия, қатты қорқады. Аудионы тыңдап, сеанс өтіп, аудионы тыңдағаннан кейін үйінде жылан, өліп қалған жыланды таяқпен алып лақтырып жіберген, қараңыздар. Бұл күшті бір көрсеткіште. Енді жылан тауып алып тексеріп көру қиындау ғой. Қаншалықты Африка болғанымен, Африкада көп екен жыландар. Үйге кіріп кетеді сондай екен. Және келесі екі кейсімде өте керемет бір кейс. Альхамдулилля, шүкір, жақсы. Бұл балалы болу деген запроспен келген. Сүйрік деген кісі, бұл кісінің жолдасы маған келген болатын. Сеансқа, ол кісімен жасадық жұмыс, өте мықты кісі, потенциалын ары қарай кеңейтіп бастады дағыны. Кейін бірнеше айдан кейін маған жолдасын алып келді, менің әйелімді мен сеансқа алсақ болады ма деп. Запрос сондай болды. Балалы болу, оған дейін 2 рет замерший беременность болған екен бұл кісіде. Кстати, бұл кісімен менің тікелей эфирім бар Instagram парақшасында. Бұл кісінің өзінің сол жаңағы айтқан пікірлерін, ойларын тыңдасаңыздар болады. Сол кезде балалы болу деген запроспен келді. 2 рет замерші болғаннан кейін, хотя жаңағы бүкіл показательдер дұрыс та, врачтарға барады, көрінеді, жаңағы ерлі зайыпты екеуі де жаңағы барлығы барады, барлығы орнында, бірақ бала болмайды. Бұл жақта қалай жұмыс жасаймыз біз? Опять түп санаға үңілеміз да, сол жақтағы жасалу керек операциялар жасаймыз. Жасадық, шүкір. Оның өзінің фазалары бар. Сол фазалармен келдік. Жүктілікке дейінгі кезең, жүктіліктен кейінгі кезең, кейін жаңағы босануға дайындық, босанғаннан кейінгі деген өзінің фазалары бар. Сол бойынша бәрімен сәтті өттік. Шүкір. Қазір қателеспесем, қыздың Саиданың жасы қазір қаншада? 1,5-да ма болу керек, по-моему. 1,5 жасар алтын қыздары бар сондай. Келесі Малика деген, бұл осыдан бірнеше күн бұрын 40-нан шығарды, кішкентай қызын. Бұл кісімен де біз жұмыс жасадық, осыдан 1 жылдан астам уақыт бұрын. Қателеспесем, үйленгендеріне 10 жыл болған бұл Маликаның. Асан мен Маликаның үйленгендеріне 10 жыл болған. Біз жұмыс жасадық, тағы да не бойынша, осы запрос бойынша. Әрине, әр кейс уникальный ғой, бұл әр кейстің өзінің несі бар, өзінің тарихы бар дейікші, өзінің белгілі бір әр адамның жүріп өткен жолы бар. Сондықтан бұл жақтағы травмаларды шешу арқылы, блоктарды шешу арқылы, баланың болмай тұрған, баланың болуына кедергі жасап тұрған нәрсені шешу арқылы, адамның өзін қабылдау арқылы, қысқасы айтқанда, бұл мәселені шешіп, Құдайға шүкір, Аллахтың бір қолдауымен ол балалы болды, бала сүйді. Келесі кейс, әрине бағанағы нені білесіздер ғой, айсбергтің ұшы ғана, мен бүкіл кейсті айта алмаймын. Мына жақта Думан деген кісі, бұл кісі атымды айта берсеңіз болады деді, сол үшін атымды өзгерткен жоқпын. 30 жас шамасында, бұл қазір белгілі бір халықаралық фирманың бір бөлім директоры деген қызметін атқарады. Ол өзінің балалық травмаларымен байланысты запростар, яғни ол жердегі запрос басқа болды негізі, бірақ біз консультациямызда белгілі бір нені жасадық та, конкретизация жасап, балалық травмаларының бар екенін түсініп, сонымен жұмыс жасадық. Жұмыс жасағаннан кейінгі енді ол кісінің өзінің отзывтарынан да тыңдауға болады келешекте. Бірақ өте жақсы нелер бар, нәтижелер бар. Өзінің жеке өмірінде де, жұмыс орнында да, қарым-қатынаста да, денсаулығы болсын, жалпы ата-анасымен қарым-қатынас дейміз ғой, адамдармен қарым-қатынаста ол болсын. Жалпы бұл адамды түбегейлі өзгертетін нәрсе, сондықтан мен қуаныштымын Думан үшін де.
келесі бұл кісінің атын мен жасыра салдым. 40 жас шамасындағы бір кісі, бір кәсіпкер маған келеді. Запросы финансовый потолок. Яғни мен қаржылай өскім келеді дейді. Бірнеше бизнесі бар. Мен потенциалым жоғары екенін білемін, бірақ мені бір нәрсе ұстап тұр дейді. Әрине бұл кісілер жаңағы Думан деген кісі болсын, бұл кісі болсын, немесе осының сияқты маған келіп жатқан кісілер, олар бірнеше кітапты оқып тастаған, бірнеше тренингке барған, психологтармен неше түрлі прокачкадан өткен адамдар да. Бірақ сонда да немен жұмыс жасағысы келіп, прям кәдімгідей в точку дейді ғой, сондай нәрсе істегісі келді. И бұл кісі қазір Дубайда. Мына кісі көптеген өзгерістер болды. Шын мәнінде өзі айтады маған, бұл дейді кәдімгідей глубинный жұмыс болды дейді. Тереңінен прям бүкіл нәрсені қамтып өтіп дейді. Мен бүкіл немді, былайша айтқанда бүкіл гештальттарымды жаптым дейді. Яғни ішкі состояние гармонияда, өзі қазір денсаулығы болсын, жұмысы болсын, обороты болсын, ол жеңіл, сенімді түрде рискке бара алады, берекетті сезе алады, бүкіл жүрегімен шүкіршілікті ете алады да, түсінесіздер ме? Бұл өсудің келесі этабына өткен кісі да, сондықтан мен қатты қуанам, өйткені адам дамыған сайын оның беретін, қоғамға беретін пайдасы да көбірек та. Соңғы бір кейсті айтам. Бұл 30 жас шамасында маған келген кісі, бұл панический атаки деген бір кейспен келді. Консультация, сеанс алды консультацияға келген кезінен бастап, мен бұл кісінің несін қарасам, сөйлеуінен байқалатын тұғын. Сөйлеген кезде демі тарылып тұрады. Яғни рахат, спокойно сөйлесе алмайды. Өте тревожность қатты. Біз запросты нақтылаймыз, маған нақты немен келді. Хотя ол кісі бірнеше жыл бойы, бірнеше ай бойы, 1,5 жылмен қателеспесем, оның айтуынша психологпен жұмыс жасаған, басқа да мамандарға барған, бірақ анау айтқан нәтиже ала алмаған да. Маған келген кезде сондай болды. Мен енді өзімнің протоколымды түсіндірдім, что мен гарантия бермейтінімді, что мен волшебный таблетка емес екенімді, біз совместно бірге жұмыс жасайтынымызды, және панический атакидан мен есімде 1 аптадан кейінгі біздің консультациямызда ол кісінің сөйлеуі мүлдем басқа еді. Уже нормализация ете бастады. Арадан 1 ай өтеді, мен аудионы береміз, консультация жасаймыз. Біраз қиындықтардан өтті былай-былай, бірақ қазір қарап отырсақ жермен көктей дейді. Бұрынғыдай емес, қорқыныштар азайған, бұрынғыдай ашулы емес, балдармен уже балдарының 1-2 сөйлегеніне қатты ашуланып қалатын адам ондай емес, сыртта болып жатқан нәрселерге қатты реактив емес, яғни реактивный бір несі болмайды, андай реакция бермейді да. Ішінде бір гармониясы бар, сондай да, өзіне сенімділігі бар. Негізі потенциалы өте мықты адам да. Конечно, жалко да, адам панический атаки. Бұны кімде бар, солар түсінеді негізі. Панический атакиден шығатын цикл бар да. Бәлкім ол үшін арнайы бір эфир жасармыз сіздермен. Бұл кісімен жұмыс жасадық. Арадан біраз уақыт өтті. Бұл кісімен біз 2 рет сеанс жасадық. Басынан бастап жақсы бір прогресс болды дағыны. Соңында қазір енді бұрынғыдай емес, мүлдем емес, әлдеқайда жақсарған. Оның жазған отзывтарын Instagram парақшасынан оқи аласыздар. Жалпы кейстер туралы осылай. Айта берсек көп, әңгімеміз көп, мен сіздердің көп уақыттарыңызды да ұстағым жоқ. Сонымен біз қарайық, конференциямыз қалай болды. Мен программалау циклын айттым, RTT-ді айттым, ритмдерді айттым, кейстерді айттым, енді қорытындылайық. Сонымен біз бүгін мынау онлайн конференциямызда не түсіндік? Программалау циклын түсіндік. Біз ой қайдан пайда болады? Ойлар, ол 2 түрлі келеді дедік. Ол бізге сырттан келетін және өзімізден шығатын ойлар бар. Және оған эмоция қосқанымызда ол сенімге айнала бастайды да, қатаймаған сенімге.
және біз соны подтверждение іздеп өзіміз негативке көңіліміз бөліп қойсақ негатив болады. Керісінше позитив іздеп біз позитивпен өзімізге сенімділігін артатын болсақ, ол бізге дұрыс қатайған сенім болады. Бұның бәрін ішімізде, санамызда жасап жатқан бұл RAS, яғни Reticular Activating System деген нәрсе бар. Санамыздың принциптарын айтып кеттім, бағана 4 принципін айтып кеттім. Миымыздың ритмдері туралы айттық. Біз қалай бетадан альфаға түсеміз, альфадан тетаға түсеміз, дальше дельтаға түсеміз. Бетадан алдында нелер болды? Жиіліктер өте алдыңғы жылдам жоғары жиіліктер болды. Оны айттық. Және RTT пакетін түсіндірдім. Ол 30 күндік пакеттен тұрады. Ішінде нелер кететінін айттым. Және сіздермен кішігірім айсбергтің ұшында тұрған кейстермен бөлістім. Сұрақтарыңыз болып жатса, маған Инстаграмға жазсаңыздар болады, немесе WhatsApp арқылы хабарлассаңыздар болады. Көптеген сұрақтар туындауы мүмкін, немесе осы видеоны қазір көріп отырсыздар. Бұл эфир сақталады, және бұл пайдалы болған болса, жақындарыңызға, достарыңызға, тіпті онша емес достарыңызға да бөлісіңіздер, жарайды ма? Мен Міндетбай Ерхан, сіздермен бүгін бірге болған. Мынау менің контакт номерлерім. Маған сайт арқылы, немесе Инстаграм арқылы, TikTokқа тіркеліңіздер, Инстаграмға тіркеліңіздер. Осы номер арқылы WhatsAppқа жазсаңыздар болады, мен сіздерге жауап берем. Бүгін көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Мен қазір сіздердің жазып жатқан нелеріңізді, комментарийлеріңізді оқи салайын. Көп адам жазбаған екен, бірақ автопилотты қалай өзгерте аламыз? Бұл сол кезде сұралған сұрақ шығар. Бағана айтып өттім. Автопилотты өзгерту негізі бір мәселенің шешімі жалғыз, бірақ шешімі бар дегеннен мен аулақпын өзім. Бірнеше шешім болуы мүмкін. Мен бағана саналы түрде біздің әлі қатаймаған сенімнің қатайып қалған сенімге айналу үшін, убеждениеге айналу үшін арада растау жүретін, яғни подтверждение жүретінін айттым. Соны саналы түрде өздеріңізге подтверждение етесіздер, яғни саналы түрде растайсыздар. Бұл солай болады өздеріңізбен жұмыс жасаған кезде. Есіңізде ма дейді, 20 килограмм токсикоз дейді. Ерхан мырза, осы миллион тұратын біліміңізді тегін беріп жатқаныңызға 1000 алғыс дейді. Бұл миллион тұрмайды негізі, триллион тұрады негізінде. Бұның бағасы жоқ негізінде. Мәселе ақшада емес, ценность мәселесі ма? Құнды біліммен бөлісейік, ағайындар, бауырлар. Сондықтан назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ерхан Міндетбай. Сіздерді тағы да күтетін боламын, бірге болайық. Қайырлы кеш.